Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін демографиясы құрдымға кетіп бара жатқан Ресей Федерациясы жайлы айтамыз. Орыс халқының саны неге азаюда? Демографияның экономикаға әсері қандай? Және 50 жылда Мәскеу ислам дінінің орталығы болатыны рас па? Деген сұрақтарға жауап береміз. Видеоны соңына дейін көріңіз, себебі бұл видео қызықты мәліметке толы болады. Әуелі демографияның ел экономикасына әсері жайлы айталық. Мемлекет болашағына елде қанша автомобиль бар екені маңызды емес, елде қанша балалар арбасы бар екені маңызды. Бұл сөзді Финляндияның 8-ші президенті Урко Колева Кекконен айтқан еді. Шынында да, әр ел үшін негізгі байлығы адам. Демографиялық құлдыраудың қандай болатынын Ресей Федерациясының қазіргі халі анық көрсетіп тұр. Бұл күнде Ресейде 146 миллион адам бар. Соңғы 20 жылда халық саны 2 миллионға азайды. Соншалық көп емес қой дерсіз, алайда шынайы халық саны бұдан әлде қайда аз болар еді. Ресей үкіметі мигранттарға Ресей Федерациясының паспортын 7 шелпек таратқандай таратып жатыр. Бұл орыстардың ұлттық қауіпсіздігіне, елдегі ұлтаралық жанжалдардың одан әрі ушығуына әкелуде. Кейбір жылдары Ресейде 200 мың өзбек бар дегенде, өзбек ағайындар Ресейде үлкен жанжал қылған еді. Себебі Ресей Федерациясындағы өзбектердің саны кемінде 3 миллион еді. Орыс тілі онсыз да Ресей шекарасынан аумағынан тыс елдерде өліп бара жатқан тіл саналады. Әлем бойынша жыл сайын өзінің миллиондаған сөйлеушісінен айырылады. Орыс халқы неге азаюда? Ұлы отан соғыс жылдары Кеңес одағы 20 миллион адамын жоғалтты. Алайда бұл бала тууға кері әсер етпеді. Ресейде халықтың саны азаюы 1964 жылы ақ басталған еді. Экономикада әр әйел адамға 2,15 бала болатын болса, халық саны сақталады деп есептелінеді. 1964 жылы Ресейде тұңғыш рет әйел басына шаққандағы баланың саны 2,1 болды. Ал бүгінде бір әйелге 1,5 баладан. Бұл әрине алаңдауға үлкен себеп. Орыс халқының азаюының басты себебі Кеңес одағының саясаты еді. Ұлы отан соғысында Кеңес одағы ерлерден айырылды. Күйреген экономиканы қайта қалпына келтіру үшін еңбек күші керек еді. Одақ үкіметі әйелдер күшін пайдаланды. Кеңес одағында жұмысшы әйелдер бейнеленген плакаттар қаптады. Әйел адамдар колхозда, совхозда жұмысшы болды. Бұл әрине отбасы институттарын бұзды және бала тууды күрт азайтты. Орыс халқының санының азаюына алкоголизмнің әсері де қатты тиді. Себебі Ресей алкоголь салдарынан болатын өлім саны бойынша әлемдегі рейтингте көш басында. Алайда қазіргі Ресей үкіметі демографиялық кері кетуді мойындамай келеді. Ауруын жасырған не болатынын ескермеуде. Қазірдің өзінде Мәскеуде туылып жатқан 3 баланың біреуі мигранттардың баласы, яғни ұлты өзбек, тәжік немесе басқа да. 2025 жылға қарай Ресей Федерациясында дін ұстанатын әрбір 5 адамның біреуі мұсылман болады деп күтілуде. Алдағы 50 жылда Мәскеу ислам дінінің орталығы болады десе, еш таң қалмасаңыз да болады. Қарапайым экономика арнасына тіркеліңіз, видеоға лайк басып, комментарийде өз ойыңызды жазыңыз, талқылап көрейік. Арнамыздағы басқа да қызықты видеоларды көріңіз. Аман, сау болыңыз.